Астанада ауыл шаруашылығына және коммерциялық нысанда салуға арналған 14 мың гектар жер пайдаланылмай бос жатыр. Қала маңын тексеру нәтижесі бойынша алаңы 22 мыңнан аса 5502 пайдаланылмаған жер телімі анықталды. Ол туралы бүгін өңірлік даму министрлігінің жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы Бауыржан Смағұлов мәлімдеді. Елбасы тиісті ведомство басшыларына жерді алуын алып, еш әрекетсіз жатқандармен тиісті жұмыс жүргізуді тапсырған болатын. Осыған орай заңға құлақ аспаған азаматтардың телімдері мемлекетке қайтарылатын болады. Жүргізілген жұмыстардың арқасында 283 жер учаскесінің меншік жерлерін пайдалануға кіріскен. Астана қаласының құрамына Ақмола облысының 3 ауданы, Аршалы, Целиноград және Шортанды аудандары кіреді. Мамандар атқарылған жұмыстарын қорытындылай келе бірқатар заң бұзушылықтарды анықтаған. 2014 жылы 14 мыңның гектардан аса 585 жер учаскесіне тексеріс жүргізілмек. Естеріңізге сала кетейік, бүгінде 599 жер телімі мемлекетке қайтарылған. Бүгінгі күні Астана қаласы бойынша 645 участок табылды, пайдаланылмаған. 52 участогы қайрадан мемлекеттік меншікке қайтарылды. 58 участок бойынша қағаздар сотқа дайындалып, сотқа берілді. Ал енді 362 участок бойынша біз жазбаша ескерту жасадық. Олар бір жылдың ішінде жаңа ескертуді егермесе, онда ол мемлекеттік меншікке қайтарылады.